региондар жаңағы облыстар бір-біріне тәжірибе алмасу бағытында келетін болады. Біздің облысқа Атырау облысының төрт жаңа Қазақстан халқы ассамблеясының 3 қонағы келіп отыр. Ал біздің өзіміздің облыстан Атырау қаласына барды. Осы бүгінгі енді негізгі мақсаты қоғамдағы келісіммен бірегейлікті біздің бір шаңырақ астындағы осындай үлкен институттың жұмысын халыққа насихаттау. Және де Қазақстан халқы ассамблеясы қазір жаңа Қазақстанға, әділетті Қазақстанға осының бір жаңа қадамымен аттап жатыр. Себебі бұның негізгі мақсаты біздер 30 жылдың көлемінде Қазақстан халқы ассамблеясы өзі бір институт болып бөлек институт болса, қазір біз халықпен бірге бір шаңырақ астындағы бір ұлт, бір тағдыр, бір халық болып бірігуді халыққа насихаттайды. Жаңа қонақтан мүмкін болса, кейін келе жатыр. Қазақша айтады, қазақша сөйлейді.